Баршаңызға сәлем достар. Егер манный кашаңыз кейде қою, кейде сұйық, арасы түйіршік болып шыға берсе, онда бұл рецепт дәл сіз үшін таңғы асқа тойымды, дәмді, бірнеше минутта дайын болатын пайдалы тағамды бірге жасайық. Ең алдымен ыдысымызға бір бакал жылы суымызды және сүтімізді құйып, үстіне 2 ас қасық қантымызды, шым тұзымызды салып, кішкене қайнағанша күтеміз. Одан кейін 2 ас қасық манный жармасынан салып, баяу отта 5 минуттай араластырып тұрамыз. Кішкене қоюлана бастаған кезде араластыруымызды жылдамдатамыз. Осылай қою болған кезде оттың астын өшіріп, кішкене қойып аламыз. Біздің манный кашамыз пісіп шықты. Енді ыдысымызға құйып алып, бетіне сары майдан кішкене шай қасықтан салып аламыз. Неге осымен біздің қою да емес, сұйық та емес, дәл осындай дәмдәрі түйіршіксіз манный кашамыз дайын болды. Сіз де міндетті түрде жасап көріңіз. Нәтиже сізге ұнайды деп сенемін. Егер рецепт ұнаса, лайк басып каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта тағы да оңай әрі дәмді рецепттермен кездескенше.